Сәлем барлығына, сіздермен бірге мен Сайлау Абдиев. Достар, қазір өте жақсы десек болады жаңалықпен бөліскім келіп жатыр. Қазір көпшілік адамдар Инстаграмда және де басқа жерде маған посттарды жіберіп, яғни пікірімді сұрап жатыр. Ол пікір Американың Қазақстандағы елшісі Дэниел Розенблумның қазақстандықтарға виза берілуге қатысты айтқан интервьюындағы сөздерге қатысты. Не болады алдағы таңда? Соны көптеген подписчиктер пікіріңізді білдіріп өтіңіз деп өтініш жасап жатыр. Соған бүгін сіздерге толыққанды түсіндіріп бергім келіп жатыр. Ең бірінші нәрсе, бұл өте жақсы жаңалық. Себебі 2023 жылдан бастап біз қазақстандықтар виза алу бұл әлдеқайда жеңілдетіледі. Екінші нәрсе, виза алу жеңілдетудің негізі основасы бұл қазақстандықтардың Шенген визасын алу бар ғой. Соның негізінде жасау туралы осындай шешім қабылдап жатыр. Үшінші нәрсе, қазақстандықтар енді ақш визасын алғысы келетін болса, интервьюға кірмейді. Ал енді экранға назар аударып, Американың Қазақстандағы елшісі Дэниел Розенблумның не дегендігін тыңдайық. Былай дейді: На данный момент нет предложения о том, чтобы увеличить срок визы. Возможно, это разговор на будущее, но мы продолжаем обсуждать с правительством Казахстана, как нам улучшить выдачу визы на долгий срок с несколькими выездами, дейді. Тыңдап отыратын болсақ, қазіргі таңда, яғни B1, B2 виза бойынша 10 жылға беріледі, F1 және басқа да визалар бойынша қазақстандықтарға 5 жылға беріліп жатыр. Бұны ары қарай ұзарту керек. Біз предложение көріп тұрған жоқпыз дейді. Яғни қараңыздар, 10 жылға 2016 жылдан бастап беріп жатыр. Яғни срок визаның уақытын өзгерту туралы шешімді ол 2026 жылдары примерно қабылдаймыз дегенге меңзеп отыр. Бұлардың жалпы екі елдің арасындағы қазір бұл нәрсе, яғни визаны ары қарай беруді қалай жақсартуға болады дегенді меңзеп отыр. Хотя у нас, конечно, есть правила, условия по выдаче визы, мы хотим призвать казахстанцев ездить в США, но также призываем американцев посетить Казахстан, как это является самым крепким гарантом дружеских отношений между странами, дейді. Американдықтар қазақстандықтардың Америкаға көптеп барғандығын, қалағандығын, бизнес жасағандығын, тірлікпен айналысқандығын қалап жатыр. Сол секілді американдықтардың да Қазақстанға келгендігін қалайды. Яғни екі елдің товар айналымы, қызмет көрсету барлығы тең дәрежеде болса екен, дейді. Некоторые шаги, которые мы сейчас делаем, сокращение времени ожидания получения визы. Второй вопрос – это разрешение не приходить на собеседование, чтобы люди просто могли подать документы на неиммиграционные визы. Мы видим большое положительное влияние, когда казахстанцы и американцы ездят друг к другу, дейді. Қазіргі таңда мысалы кей жағдайларда Америкада мынау туристический поток дейді, жыл сайын 3 рет туристический поток дейді, дүние жүзіндегі туристер бірін еліне саяхаттайды. Осы моменттерге түсіп қалған жағдайда біз өкінішке орай Американың визасын алғымыз келетін болса 3 ай 4 айдай күтеміз. Бұл проблема осы карантиннің кезінен бастап басталды және келе жатыр. Және де срок ожидания визы бұл өте ұзап жатыр. Әрине, срок мысалы 9.000 адам, 10.000 адам деп қарайды дейді. Әрбір адамға 7,5 минут, 7 минуттан регламент арналған болса, 9.000 адамның визасын қарау өте үлкен ресурс, өте үлкен адамдардың еңбегін қажет етеді. Сол себепті осы проблема бұл өзі баяғыдан келе жатқан проблема және жақын уақытта шешіледі деген ойдамыз. Егер шешілетін жағдайда, яғни біз дәл Шенген визасы секілді Американ визасын алғымыз келетін болса, 2 апта, 1 айдың көлемінде алуға мүмкіндік болады әрқайсымызда. Төртінші нәрсе, яғни осындай жеңілдіктерді қарастыру арқылы, яғни 2022, 2020, 2021 жылдары осыған дейін жыл сайын 9.000 мен 11.000 апликанттарды яғни сұхбатқа жазу арқылы виза берілмеуді шешетін болса, осы өзгерістерден кейін жеңілдету енгізу туралы 2023 жылдан бастап 40.000 адамға дейін, жылына дейін бұл қарай алады. Бұл өте жақсы нәрсе. Яғни қазір көпшілік адамдар қашан кіре аламыз деп осында сұрап жатады. Бұл егерде жақсы заңдарды қабылдап өзгерістерді, аталған өзгерістерді енгізетін болса, онда келесі жылдан бастап біз қалаған уақытымызда кіре аламыз, жеделдетілген түрде болады. Беру-бермеу туралы шешімді шығару. Енді біраз адамдар сұрап жатыр, бұл ақш-пенен визасыз режимді орнатылу мүмкін бе дейді алдағы уақыттарға. Өкінішке орай олай емес, визалық режим ары қарай болады. Бұл аталған жаңалық
тек қана жеңілдетілуге арналып келген. Яғни қазіргі таңдағыдай көп құжат өткізудің қажеті жоқ болады. Және де сұхбатқа жазылудың қажеті жоқ, және де шешім өте тез шығады сіздерге берілу және берілмеу туралы. Әзірге осы. Толыққанда тағы да сұрақтарыңыз бар болатын болса, жекеге жазсаңыздар болады. Осы видеоның астында барлық контакт даналар көрсетілген, соларға хабарласып көмек алсаңыздар болады. Және сонымен қатар каналға жазыламыз, пікір жазамыз, лайктарыңызды аямаймыз. Рахмет.